Бұл екі ер адам көп жылдық ұйқыдан оянып, өздерінен басқа ер адам жоқ. Әлемде тек әйел адамдар қалғанын көреді. Это же для нас рай. Что? Оқиғада 1991 жыл екі ер адам тарихта болмаған экспериментке дайындалуда. Есімдері Макс және Альберт. Эксперимент жасаушы профессор Виктор. Бұл профессор ғылыми нәрсе ойлап тауып, эксперимент жасап, маймылды ұйықтатып жарты жылдан кейін қайта тұрғызған болатын. Енді осыны адамдарға жасап көргісі келеді. Осылайша Макс пен Альбертті 3 жылға ұйықтатамыз деп экспериментті бастайды. Олар ұйықтап кетеді, бірақ жоспарлағандай болмай, олар 53 жылдан кейін оянады. Олар ештеңені білмей, эксперимент жалғасуда, медициналық тексеруден өткізіп жатыр деп ойлайды. Бірнеше күннен кейін олар бөлмеге неге тек қыздар ғана кіреді деп ойлануда. Қыздардың бірі Ламия, ол жігіттерді бақылаушы болады. Жігіттер әлгі профессор Викторды шақыруын сұрайды. Сол кезде доктор Берне келіп, ол енді жоқ дейді. Солайша не болғанын жігіттерге түсіндіреді. Айтуы бойынша жігіттер ұйықтаған кезде жер бетінде ядролық соғыс болып, ер адамдардың барлығы жойылып кеткен. Жігіттер сенбей мұны әзіл деп ойлайды. Бірақ кетейін деп есікке барғанда оларды тоқ ұрып құлатады. Осыдан кейін олар үрейленумен болады. Қыздар осыған дейін ер адамсыз өмір сүре алу үшін арнайы дәрі ішіп жүрген болатын. Сол дәрі арқылы олардың ер адам қалайтын сезімі болмайды. Бірде Ламия бөлмеге келген кезде Макс оны сүйгісі келеді. Қыз сол жерде күшін көрсетеді. Бірнеше күннен кейін оларды сол жердің басшысы шақырады. Басшысын күтіп тұрғанда олар екі алманы байқап, оны жеп қояды. Кейін ол жердің басшысы келіп, жігіттер одан ер адамдардың қалай жойылып кеткенін сұрайды. Айтуынша, соғыс кезінде әлгі профессор Виктор арнайы бомба ойлап табады. Бомба ер адамдардың генінің жұмыс жасауын тоқтату керек болатын. Бірақ қатемен бомба ер адамдардың барлығын жойып жіберген. Сонда жігіттер өздері арқылы ұрпақ жасауды, яғни ер адам жасауды ұсынады. Бірақ қыздар келіспейді. Себебі олар ешқашан ер адам көрмеген. Ал оларға кішкентайынан ер адамдар жаман. Олар әйелдердің үстінен қарайды деп үйреткен. Сол сәтте жігіттердің әлгі алманы жеп қойғаны белгілі болады. Алма олардың қасиетті символы болатын. Сол үшін Макс пен Альбертті жазалап, қайта бөлмеге қамап қояды. Ол сәтте Ламия Макс жайлы ойлауда. Макс оны сүйейін дегеннен кейін оның әйелдік гормоны оянып, ер адамға деген сезімі пайда болады. Жігіттер жаймен есінен ауысуда. Содан Альберт қашудың амалын табады. Олар тоқсымдарын кесіп тастап бөлмеден қашады. Бірақ көп ұзамай ұсталып қалады. Қыздар оларға шарт қояды. Олар бұл жерден босатылу үшін жыныстарын ауыстыру керек дейді. Жігіттер оған келіспейді. Сол сәтте бөлменің төбесі ашылып, сот басталады. Сотта оларды өлтіруге, немесе жынысын ауыстыруға дауыс беруде. Дауыс жыныстарын ауыстыруға көп беріледі. Шошынған олар күзетші қыздарды сүйіп, сезімін оятып, ол жерден қашып кетеді. Қашып бара жатып, олар инкубатор секілді нәрседе қыз балалар жасалып жатырғанын көреді. Кейін олар Ламияны кездестіреді. Оның айтуынша, бұл қала жер астында орналасқан. Себебі жерде соғыстан кейін тіршілік қалмаған. Сондықтан бұл жерден қашуға тырыспай-ақ қойсаңдар болады дейді. Содан кейін жігіттерді ұстап дәрігерлерге алып барады. Сол жерде Макс дәрігерлердің бірін танып қалады. Ол өзінің қызы Янда болып шығады. Бірақ Янда әкесіне отбасын тастап кеткен үшін жек көретінін айтады. Осылайша жігіттердің жыныстарын ауыстыру үшін операцияға дайындайды. Сол сәтте Ламия келіп оларды құтқарып алып қашады. Салынған наркоздан Альберт есін жоғалта бастайды. Солай ол түс көріп, түсінде қайта бұрынғы әлемінде оянған болады. Кейін наркоз күші тарап, олар үшеуі жоғарыға қарай жер бетіне көтерілуге тырысады. Жерде радиация болғандықтан арнайы киімдерді киіп алады. Бірақ жоғарыға қарай көтерілетін лифтті қолдану үшін пароль керек. Ал Ламия оны білмейді. Сонда Макс ашуланып боғауыз сөз айтып жібереді. Сол сөз пароль болып шығады. Солайша олар үшеуі жоғарыға қарай шығады. Далаға шығып таң қалуда. Себебі жер бетінде бәрі жақсы. Тірі қалған адамдарды осыған дейін алдап келген. Жүріп келе жатып, олар үшеуі ұшып бара жатқан құсты байқап қалады. Егер ол тірі болса, ауада радиация жоқ, таза деген сөз. Олар қуанып, басындағыларын шешіп, ары қарай жүріп, кәдімгі үйге кезігеді. Ол сәтте Ламияның құрбысы Эмма арнайы киім киіп, олардың арттарынан шығып, жер бетінде бәрі жақсы екенін көреді. Үшеуін іздеп тауып, оларды қарумен атқысы келеді. Бірақ арнайы киіміндегі ауа бітіп қалып, ол талып қалады. Альберт шлемді шешіп, оны үйге кіргізіп, ол біраздан өз-өзіне келеді. Бір сәтте Макс пен Альберт әңгімелесіп отырғанда бір дыбыс естіліп, шкаф есігінен әлгі жердің басшысы шығады. Жігіттер шошынып онымен төбелес кезінде киімін жыртып алады. Сөйтсе ол да еркек болып шығады. Прикинь.
Оның айтуынша, соғыстан кейін үкіметке әйелдер келіп, ер адамдарды ұстап, олардың жынысын ауыстырып тастаған. Оны анасы құтқарып қалған. Ол кезде ол 4 жаста болған екен. Ол әйел адам келбетінде солардың тобына кіруге мәжбүр болған. Солайша ол сол жерде көп уақыт жүріп, басшы болып кеткен. Ал жердегі радиация жайлы өтірік ойлап тапқанын айтады. Макс пен Альберт мұны ешкімге айтпауға уәде береді. Бірақ ол үшін осы үйде Ламиямен және Эммамен бірге тұруға рұқсат бересін дейді. Басшы қуана келіседі. Фильм соңында жігіттер әлгі адам жасалып жатырған бөлімге барып, капсулаларға арнайы сұйықтық құйып, қайтадан ер балдар пайда бола бастайды. Осылайша фильм аяқталады. Фильмнің атауы Новые Амазонки. Бұл ескі, бірақ қызықты фильм. Арамызда бұл фильмді бұрын көргендер болса, комментарияға жаза кетейік. Сіздермен болған қысқада нұсқа арнасы, тағы да қызықты кино шоулар көру үшін арнаға жазылуды ұмытпайық. Қолдауларыңызға рахмет.